Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге қазір Эцқа кілтін WhatsApp вебте, ноутбукте қалай жіберу керегін көрсететін боламын. Google'ге WhatsApp веб деп жазамыз. Осылайдан ашып аламыз. Содан кейін өзіміздің QR сканерімізді WhatsApp'тағы сканерлеп, осылай өтіп аламыз. Осыдан кейін жаңағы жіберетін адамыңызды таңдап аласыз. Бұл жерде мен өзімнің ETSP кілтім болғаннан кейін өзіме жібердім. Сіздер жіберетін адамды таңдап аласыздар да, соның ішіне кіресіз. Кіргеннен кейін мына жерде плюс батырмасы тұрады, болмаса сіздерде скрипканың суреті тұрады. Сол жерде документ дегенді басамыз. Жаңағы бағана ETSP кілтті рабочий столға сақтадық. Рабочий столды новый папканың ішіне ашамыз. Открытті басып, бірінші тұрғаны аутозаны басып, открыт дегенді басып, бірлет жібереміз. Екінші тағы да документке солайынан кіріп, тағы да RSA ETSP кілтін жібереміз. Осылай астына паролін жіберетін боламыз. Рахмет баршаларыңызға.